Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда үгілмелі, яғни песочный самса шығады. Керек заттың барлығын описанияға міндетті түрде қалдырамын. Алдымен ұнымызға салқын суға тұз салып, ұнымыздың үстіне құйып аламыз. Оның үстіне жарты шай қасық разрыхитель қосамыз. Ерітілген сары май және жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қатты жұмсақ болмайды және қатты да болмайды. Егер сіз видеоны көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, каналдың ары қарай дамуына үлес қосуыңызды сұраймын. Мінекей бізде осындай қамыр шықты. 5-7 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Оған дейін ішіндегі салмасын дайындап аламыз. Салмасы менде фарш, тұз және пияз. Әртүрлі қосаңыздар да болады. Енді қамырымызды алып 20 граммнан бөліп аламыз. Сопақтау етіп, оның көмегімен жайып, осылай өріп түйгенге өте әдемі болады бұл қамыр. Өздеріңізге ыңғайлап, осылай қолда ұстап арқылы немесе столдың үстіне қойып өрсеңіздер де болады. Өте әдемі болып көрінеді. Мінекей бізде самсаларымыз дайын. Енді осы самсамыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, оның бетіне әдемілік үшін күнжіт себеміз. Қыздар, қамыры өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер, және бұл қамыр тез жасалады. Орап, басқалай да уақытыңызды алмайды. Енді 180-200 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыз. Менің каналымда көптеген видео рецептер бар. Мінекей бізде дайын болды. Ыстықтай да, суық кезде де дәмді болып шығады. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.